Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qala al-imam al-Ushi, İmam Ushi rahimahullah'tın sözünü жалғастырсақ, Yarahul mu'minuna bi gayri kayfin ve idrakin ve darbin min misali. Момындар Аллах Тағаланы көреді. Биғойри кайфин, ешқандай ұқсассыз. Кайфты қазір түсіндіріп кетеміз. Ва идракин, ешқандай бір қамтусыз. Ва дорбин мин мисали, және мысалға келтіретіндей бір түрмен Аллах Тағаланы мысал келтірусіз, Аллах Тағаланы қамтусыз, Аллах Тағаланы бір ешқандай бір жағдайсыз Аллах Тағаланы көреміз. Енді Аллаху ла юсуфу бил кайфия, Аллах Тағала кайфиямен сипатталмайды. Яғни Аллах Тағаланың хақысында Алла қалай деп сұрақ қойылмайды. Кайфа хуа деп. Сол сияқты Аллах Тағаланың сипаттарына да сұрақ қойылмайды. Аллах Тағаланың сипаттары қалай деген. Өйткені кайфият ол денелердің сипаты, денелерге ғана тән. Мысалға, кайфты ғалымдар түсіндіріп кеткенде, оны айтады, хуа халу шай, ол бір нәрсенің жағдайы. Кез келген жаратылыстарда ғана болады кайф деген нәрсе. Мысалы, хәл, ахуалы, жағдайы деп айтамыз ғой біз. Соны жаратылыстарға ғана болады дейді. Мысалға, бір кісінің жағдайы әрбір сәт сайын өзгеріп тұрады. Жағдайы қалай? Нашар болуы мүмкін, қуанышты болуы мүмкін, сәл уақыт өткеннен кейін қайғыруы мүмкін. Сол сияқты жағдай деген нәрсе ол өзгеріп тұрады. Өзгеру деген нәрсе Аллах Тағалаға тән болмағандықтан Аллах Тағаланы кайф деп айта алмаймыз. Имам Малик рахимахуллахтан жеткен сөзінде «Вәл кайфу ғойру мa'қул» деп келеді. Кайф ол ақылға сыймайды деп имам Малик рахимахуллах өз сөзінде келтірген. Ва идракин, және қамту. Қамту деген нәрсе адам бір затты көрген кезде затты қамтып көреді. Яғни шеттерін, шеті бар, ара қашықтығы бар, бітетін жері бар көріністің. Сол қамту болып есептелінеді. Біз Аллах Тағаланы көрерде, Аллах Тағаланы қамтымай, қамтусыз көреміз. Сол сияқты Аллах Тағаланы, мысалға, бір жануарды көрсеңіз, сол жануарды екінші бір адам көрмесе, оған басқа көрген жануармен теңестіресіз. Мына жануарға ұқсайды. Анау жануар мына жануарға ұқсайды деп көрмеген кісіге түсіндіріп бересіз. Соны айтып жатыр, Аллах Тағаланы олай түсіндіре алмайсың көрген кезде дейді. Жағдай дегеніміз, жаңағы кайфия деп айттық қой, ол мин шә'нихи ән ятағайяр вә ятабаддал вә ла ясбут. Оның сипатынан, оның затынан ол, жаңағы кайфия деген нәрсе, ол міндетті түрде өзгеріп тұрады, ауысып тұрады, және бір кейіпте тұрмайды дейді. Енді Аллах Тағаланы момындар ғана көреді, алайда кәпірлер Аллах Тағаланы көрмейді. Оған Құраннан дәлел Қияма сүресінде «Уджуху йома идин надира», сол кезде, яғни қиямет қайымда жүздер жарқырап әдемі болып тұрады дейді, жүздер. Иля роббиха назира,
Сөйтіп Раббысына, сол жүздер Раббысына қарап тұрады. Назиро деп айтып жатыр Құран-ы Кәрімде, Қиямет сүресінде Аллах Тағалаға қарап тұрады деп келтірді. Бұл Құраннан дәлел Аллах Тағаланың көретіндігімізге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сатарауна раббакум кама тараунал қамара лейлатал бадри ла тадамуна деді. Сендер Раббыларыңды көресіңдер. Түнде қараңғы, түнде айды қалай көресіңдер? Яғни қараңғы түнде ешқандай бұлт болмаған түні. Ай жап-жарық болып көрініп тұрады ғой. Дәл сол сияқты Аллах Тағаланы көресіңдер дейді. Бұдан түсінетін нәрсеміз Аллах Тағаланы анық көресіңдер. Шүбәсіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде осы нәрсені келтіреді. Енді момындардың Аллах Тағаланы көруінде ешқандай қарама-қайшылық жоқ, келісілген. Әхли сүнна вал жамаат бойынша көреді дейді Аллах Тағаланы. Ал Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның үмметі емес, одан алдыңғы үмметтер, Айса алейхиссаламдікі, немесе Муса алейхиссаламның үмметтері бар ғой. Сол кісілер Раббысын көре ма, көрмей ма деген кезде екі түрлі көзқарас бар екен. Ең сенімді көзқарас Аллах Тағаланы біз қалай көреміз, олар да дәл солай көреді екен. Яғни Муса алейхиссаламға иман келтірген кісілер Аллах Тағаланы да дәл біз сияқты көреді. Және де имам Әл-Ашари рахимахуллахтан «Әннәл мәләикәтә яраунаху». Сол сияқты періштелер де Аллах Тағаланы көреді дейді. Періштелер де. Бұны имам Ашари айтып жатыр. Бұл сөзді Әл-Хафиз Джалал Әс-Суюти, имам Әс-Суюти де айтып өткен екен. Яғни періштелер де Аллах Тағаланы көреді деп. Енді осы тұрғысында Әхли сүнна вал жамаа қарама қайшы келетін топтар бар. Сол топтарды айта кетсек, Мазхабу Аби Әл-Хузайл Әл-Аллаф, Муътазиланың үлкен ғалымдарының бірі. Сол кісі Аннаху Та'ала Аллах Тағала ла яра, Аллах Тағала көрмейді, ва ла юра, және ол көрілмейді деп айтып жатыр. Бұл кісінің айқын қателескендігі белгілі. Өйткені Аллах Тағала Алақ surасында әлем я'лам, білмей ме олар, би анналлах арасында Аллах Тағала яра, көретіндігін дейді. Ал Аллах Тағаланы көрмейді деп жатыр ана кісі. Бұл Муътазила мазхабының бір шейхі, бір ұстазы айтып жатыр. Ол мазхабул Муътазила, ал негізіндегі Муътазила мазхабының ұстанымы аннаху яра, Аллах Тағала көреді. Кез келген нәрсені көреді дейді Аллах Тағала. Ва ла юра, алайда көрінбейді дейді. Яғни момындар Аллах Тағаланы көре алмайды деп Муътазила мазхабы айтады. Не үшін бұндай қадамға барды десек, ол кісілер тек қана дене деген нәрсе көрінеді. Аллах Тағала көрінсе, онда Аллах Тағала дене болып қалады деген ұстанымда болып, Аллах Тағаланы көрінбейді деп сондай тоқтамға келген. Ал біздің мазхабта дене де көрінеді, дене емес нәрсе де көрінеді. Бұл біздің мазхабта. Соны кейбір үлкен ғалымдар былай деп келеді. Афхашу малил муътазилати мәсәләтән. Осы ақида сенім тұрғысында екі мәселе бар дейді. Екі мәселеде өте қатты қателесті Муътазила тобы. Біріншісі қидамул алам, әлемнің ежелден екендігінде. Муътазила тобы әлемді ежелден деп айтады. Сосын тағы да бір
қатты қателескені Аллах тағаланы жәннатта көрмейді деп айтқандығын үлкен шейхтар, үлкен ғалымдар осы Муътазила тобының ең қателескен жерлері осы деп айтып кетеді. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ имам Әл-Ушидің сөзін жалғастырамыз. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ إِذَا رَأَوْهُ فَيَا خُسْرَانَ أَهْلِ الْإِعْتِزَالِ Аллах тағаланы көреді дедік қой. Сосын нығметтерді ұмытады إِذَا رَأَوْهُ Аллах тағаланы көрген кезде дейді. Аллах тағаланы көру нығметтердің ішіндегі ең үлкені. Аллах тағаланы көрген кезде басқа нығметтерді толыққанды ұмытып кетеді дейді. Фая хусрана ахлил i'tizali. Сондай бір өкініш болсын Муътазила топтарына деп имам Уши сөзін осылай аяқтайды. Осы қатарға тоқтала кетсек, мына жерде фая хусрана деді ғой. Осы жерде тағдыр қыламыз. Фая мунада болады. Я қауым. Қауым деген сөзді, ей қауым деген сөзді тағдырда қоямыз. Фая қауми, ей қауым. Ихзару, сақтаныңдар. Хусран ал-Муътазилати. Муътазиланың қасіретінен деп жатыр. Мына жерде фая хусрана деп кетті. Бұл бәйтте. Бірақ біз тағдырға қоямыз. Фая қауым деген сөзді қосамыз. Фая қауым, ей қауым. Ихзару деген сөзді етістікті қосамыз. Сақтаныңдар. Хусран ал-Муътазила. Муътазиланың қасіретінен. Қандай? Олар Аллах тағаланы біз көрмейміз, адамдар көре алмайды деп айтқан сөзінен сақтаныңдар деп имам Әл-Уши айтады сөзін. Кейінгі қатар وَمَا إِنْ فِعْلُ أَصْلَحَ زُفْتِرَاضِ عَلَى الْهَادِ الْمُقَدَّسِ ذِي التَّعَالِ وَمَا إِنْ деген ма мына жерде нафия, бимағна нафия, яғни болымсыз. Ин деген сол болымсызды күшейтпелі түрде. Яғни жақсы іс болмайды, зуфтирады. Мысалда жақсы іс болмайды дейді. Мына жерде имам Әл-Уши мына сөзді айтпақшы отыр. Әл-қаулу бис-салах вәл-аслах. Бұл Муътазила тобына қарсы жауап. Муътазила тобы Аллах тағаланың әрбір пендеге жақсы нәрсені жаратып беруі міндет дейді. Осыны фи'лу ас-салах вәл-аслах деп айтады. Аллах тағала жақсы нәрсені жаратып беруі міндет болады. Ал адамның жаман нәрсені істеп жатқандығы, ол Аллах тағала жаратып жатқан жоқ оны өзі істеп жатыр дейді. Ал тек қана Аллах тағалаға келетін болсақ, Аллах тағала жақсы нәрсені жаратып беруі керек дейді. Соны айтып жатыр мына жерде. Фи'лу аслах, жақсы істі істеу, алал хади, хидаят берушіге, яғни Аллах тағалаға, ал-муқаддас, сондай хидаят берушіге, қасиетті, зит-таали, ұлылықтың егесі Аллах тағалаға міндеттеп қою, ол жоққа шығарып жатыр. Ол болмайды деп. Мәмен осы жерде болымсыздықтың белгісін күшейтіп айтып жатыр. Біздің мазхабта Аллах тағала адамға ең жақсысын жаратып беру міндет емес. Аллах тағала қалаған пендесіне жақсы нәрсені жаратып береді, қалаған пендесіне нашар нәрсені де жаратып береді. Мысалға келтіретін болсақ, адамдардың мұсылман болып өмірден өтуі жақсы нәрсе. Бірақ шын туайтында келетін болсақ, мұсылмандар да бар, кәфірлер де бар.
Mu'тазиланың сөзіне бұл жауап болады. Онда не үшін кәпірлерді Аллах Тағала момын мұсылман қылып қоймайды, егер жақсы нәрсені жарату уәжіп болса деп сұрақ қойылады. Бұл кісілерге жауап ең біріншісі, уәжіп деген нәрсе Аллах Тағалаға тән емес. Аллах Тағалаға, яғни міндеттеп қою бір нәрсені, ол дұрыс емес. Аллах Тағалаға мұқтаждық туындайды. Сол себепті Аллах Тағалаға еш нәрсе міндет емес. Аллах Тағала істеген нәрсесіне жауап бермейді. Керісінше адамдар жауап береді істеген нәрсесіне. Ал Му'тазилада Аллах Тағала жақсы нәрселерді жаратып беру, ол Аллах Тағала міндет деп айтады. Екіншісі, жақсы нәрсені жаратып беру, жаңа айтып өткеніміздей, бүкіл адамды хидаятқа бастау, бүкіл адамды момын, мұсылман қылып жібер, бұл жақсы нәрсе. Не үшін онда жаңағы Му'тазиланың айтқан дұрыс болса, Аллах Тағала бүкіл әлемдегі адамдарды хидаят беріп, не үшін мұсылман қылып жібермейді? Аллах Тағала тағы да біз оларға жауап береміз, оларға қарама-қайшы сөз. Қандай? Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде бүйтіп айтты: «Юдиллу май яша», қалағанын адастырады. «Ва яхди май яша», қалағанын тура жолға салады дейді. Бұдан түсінетін нәрсеміз, Аллах Тағала қаласа болды, қаласа біреуді тура жолға, қаласа біреуді адастырып қояды. Яғни жақсы нәрсені де жаратады, жаман нәрсені де жаратады. Му'тазиланың айтқандай, тек қана Аллах Тағала жақсы нәрсені жаратады, жаман нәрсені адамның өзі жаратады деген, ол қате пікір болып есептелінеді. Енді хидаят. Не үшін хидаятқа тоқтап жатырық? Мынау қатарда бүйтіп айтып кетті. Алал хади, Аллах Тағалаға, яғни хидаятты берушіге міндет емес, жақсы нәрсені жарату. Соны айтып жатыр. Хади хидаят беруші. Хидаят дегеннің мағынасына тоқтаймыз. Хидаят яғни тура жолға салу. Оны екі түрде түсінсек болады. Хидаят дегеніміз кейде шынымен тура жолды жарату, ол тек қана Аллах Тағалаға тән. Яғни кез келген адамды тура жолға салу тек Аллах Тағаланың құзыретінде. Аллах Тағала қаласа салады тура жолға, қаласа адастырады. Бұл холқул хидая, хидаятты жаратуы. Бұл бірінші мағынасы. Осыдан түсінетіміз не дейді? Иннака ла тахди. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Иннака, расында сен ла тахди, хидаятқа сала алмайсың. Қалай? Яғни біреуді сен хидаятқа, жаңағы Аллах Тағалаға иман кетіріп, хидаятқа біреуді сала алмайсың деп айтып жатыр. Ман ахбабты, жақсы көрген адамыңды хидаятқа сала алмайсың деп. Валакин Аллах, бірақ алайда Аллах Тағала яхди май яша, қалағанын хидаят береді дейді. Бұл жерде яғни Аллах Тағала қалаған хидаят береді деген, хидаятты жаратып береді. Екінші мағынасына тоқтаймыз хидаяттың. Хидаяттың екінші мағынасы, ол хидаятты жарату емес енді. Яғни себепкер болу. Ол Аллах Тағаладан бөлек кәдімгі адамдардың да қолынан келеді. Өйткені Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде «Ва иннака ла тахди иля сиротин мустақим» деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға бірінші, сен тура жолға бастаушысың деді. Ла тахди. Бұл жердегі тура жолға бастаушысың деген, яғни сен біреуге хидаятты бересің деп жатқан жоқ. Хидаятты тура жолға нұсқай аласың, тура жолға дәлел көрсете аласың, тура жолға себепкер бола аласың деген хидаят мағынасын қолдансақ болады. Яғни хидаяттың бірінші мағынасы тікелей хидаятты жарату, ол Аллах Тағала ғана істейді. Ал екінші мағынасы хидаят, яғни бір кісінің мұсылман болуы, иманға келуі, не? Себепкер болу. Осы нәрсені хидаят деп айтсаңыз болады. Бұл адамдардан да болады, ал бірінші мағынада хидаят тек қана Алладан ғана болады. Ва фардун лазимун тасдиқу русли ва амлакин кирамин бин навали. Ва фардун лазимун деген
хабар мұқаддам, яғни баяндауыш, қазақ тілімен айтқанда. Осы хабары мұқаддам алдына шығып кеткен. Тасдиқу русули бұл мубтада муаххар. Яғни тасдиқу русули пайғамбарларды мойындау, пайғамбарларды сену фардун лазимун, міндет болған парыз. Фард айн деген бар ғой. Әрбір адамға, пайғамбарларға сену міндет. Фарз кифая емес. Кейбір адамдар сенсе болды емес. Бүкіл әрбір адам пайғамбарларға сену керек. Ва амлакин кирамин. Сол сияқты құрметті болған періштелерге сену. Періштелерге сену ол да міндет болып табылады екен. Мына жерде ан-навали деген бар. Тоқтап кетсек. Вал ма'на ан-навал деген аннахум мукрамуна, олар құрметтелген би анва'ил ата ва аснафил жаза. Неше түрлі Аллах Тағала тарапынан неше түрлі сыйлықтармен құрметтелген періштелерге иман келтіру тасдиқ. Сену, жүрекпен сену, тілмен айту, жүрекпен сену, ол әрбір адамға парыз, міндет. Фард айн деген бар ғой. Әрбір адамға міндет болады. Бұл фард кифая емес дейді. Осы Аллах Тағала осы естіген, білгендерімізге амал етуімізді нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.